Сәлем, әлеуметтік желілерде адам шошырлық видео тарап жатыр. Онда волонтер қыз ауруханаға алып келген ер адам қайтыс болғанын және оған ешкім көмектеспегенін айтып жылаған. Алайда ер адам қайтыс болмаған, ол мас болған екен. Мәселенің мән-жайын анықтадық. Понимаете, мы потеряли время. Тупое правительство. Әлеуметтік желілерде Бішкек тұрғынының әсерлі видеосы тарап жатыр. Ролик Қырғызстанда түсірілген. Онда волонтер қыз ауруханаға алып келген ер адам қайтыс болғанын және оған ешкім көмектеспегенін айтып жылаған. Алайда елдің ішкі істер министрлігі тергеу жүргізіп, ер адамның қайтыс болмағанын мәлімдеді. Милиция өкілдерінің айтуынша, видео жарияланғаннан кейін ішкі істер министрлігі ер адамның Бішкектің қай ауруханасына түсіп, көмек ала алмағанын анықтау үшін тексеріс жүргізген. Бұл дерек бірыңғай реестрге де тіркеліпті. Тергеу барысында волонтер София Айдана Мұрзаева 16 шілдеде сағат 22:50-де Ақорго тұрғын үй массивінде адамның есінен танып қалғаны туралы хабар келгенін айтқан. Оқиға орнына келген еріктілер тыныс ала алмай отырған ер адамның отырғанын көрдік дейді. Оны түнгі стационарға жеткізген. Ерікті қыз стационарда орын болмағанын айтқан. Тыныс алдыру аппаратына қосу туралы өтініш айтылып, стационарға жеткізілген. Сосын қыз 10 минуттан кейін әлгі ер адам қайтыс болған туралы хабар алғанын жеткізген. Жүрегі тоқтап қалған туралы хабар алдым дейді. Алайда ер адам аман екені анықталды. Ол атбашы тумасы 45 жастағы Жоломон Қарымшақов болып шықты. Ол өзі бұл күні мас болғанын, қысымы көтерілген соң есінен танып қалғанын айтқан. Ол мас күйде жол жөнекей есін жиғанын, бір сәтте волонтер қызға өзімен қатарлас асырап отырған қызы барын айтқан. Өліп кетсе жақсы көретінін жеткізуді тапсырған. Алайда ер адам ауруханада түнеп, таңертең система алып жатқан жерінде оянған. Есін жиған соң үйіне оралған. Ол өз жағдайының жақсы екенін айтып отыр. Бірақ кейбір қазақстандық YouTube канал, кейбір ақпарат көзі осы оқиғаны Қазақстанда болғандай көрсетіп, елдің үрейін қашыратыны, ақпараттың анық-қанығын білмей жатып, шындық айтқандай шырылдағаны дұрыс емес. Жалған ақпаратқа сенбеңіздер. Сіздерге ақпарат ұсынған Ардақ, бұл Ақылтай каналы. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.